Армысыздар менің YouTube оқырмандарым, армысыздар құрметті достар. Мынау бүгін қозғайын деп отқан тақырыбым осы простатит ауруы жөнінде болмақшы. Простатиттің негізгі 3 түрі бар. Осыған тоқталып кететін боламыз. Олай болса, мынау қуқасты безінің қабынуын осы простатит деп атамыз, Ол жаңағы жедел түрде болуы мүмкін, созылмалы түрде болуы мүмкін, ағымына қарай. Ал енді көп жағдайда kesетін простатиттің түрі бұл созылмалы түрі. Осы созылмалы түрінің негізгі 3 түрін айтатын болсақ, қандай простатит түрлері бар? Бірінші, қуқасты безінің, яғни қабыну простатит ауруының бірінші түрі. Бұл А бактериялық, яғни бактерия жоқ. Бұл жаңағы сыртқы факторлардың әсеріне байланысты. Салқын температурада мысалы жұмыс жасайтын жігіттердің арасында кездесуі мүмкін. Аяқтан сыз өтуі мүмкін. Мынау холодильник дейміз ғой, суық температура жүрген жігіттерде. Болмаса жолда қалып қалдыңыз, аяғыңызға сыз өтті, суық тигіздіңіз. Соған байланысты бұл туындайтын простатиттің түрін осы А бактериялық простатит дейміз. Екінші түріне келетін болсақ, бұл бактериялық. Аты айтып тұрғандай бактерияның болуына байланысты. Үрпі жолдарына осы бактерияның, вирустың, инфекцияның, жаңағы оның өз ішінде бөлінеді, арнайы емес деп бөлінеді. Жаңағы трихомонад, хламидиоз, уреплазма, гарднерелла, тағы басқа да жаңағы вирус бактериялардың, болмаса жаңағы стафилококк, стрептококк сияқты бактериялардың осы үрпі жолынан түсу арқылы, осы қу жолынан безіне түсу арқылы қуқасты безін қабындырады. Осыған байланысты атымен аталады. Хламидиозный простатит, трихомонадный простатит, жаңағы гарднереллезный простатит болуы мүмкін, уреплазменный простатит болуы мүмкін. Жаңағы бактерияға байланысты туындайтын болса, бактериялық простатит деп бөлетін себебіміз осыған негізделмекші. Өйткені ол аурулардың жаңағы осы факторларына байланысты осы қуық безінің емі де соған бағытталуы керек. Екінші айтып кеттік, енді үшінші түріне келетін болсақ, бұл яғни конгрессивный. Яғни былай айтқан кезде жалпақ тілмен застойный, іркілісті қуқасты безінің қабынуы. Өйткені іркілісті простатит дейтініміз конгрессивный. Көп жағдайларда қанның іркілуіне байланысты. Яғни біз көп жағдайда отырып жұмыс істейтін жігіттердің арасында кездеседі. Мысалы, көлікте отыруы мүмкін, ұзақ уақыт жол жүретін, мысалы, водитель дейміз ғой, жүргізушілердің арасында кездесетін жағдайлар бар. Өйткені ол ұзақ уақыттан бері қозғалмайды, рөлде тұрады. Өйткені жамбас қуысында қанның айналымы баяулауы мүмкін, сол жердегі қанның қойылуы мүмкін. Ол жағдайларда жаңағы қуқастың безінің қабынуына алып келетін бірден бір себеп болып табылады. Сонымен қатар офисте жұмыс істейтін кісілерде көп қозғалмаймыз, соған байланысты осы кісілердің арасында кездесетін болса, бұл да конгрессивтік простатит болып табылады. Ол жаңағы қанның айналып тұрмауы, циркуляцияның жиі болып тұрмауына байланысты жергілікті жердегі қуқасты безінің бойындағы секреттің толық жиналуы осы қуқасты безінің қабынуын туындатады. Осыған байланысты әрине осы үш негізгі кесетін түрлеріне сіздерге тоқталып кеткен болатынмын. Олай болса, оның жаңағы тексеру жолдары. Әрине бұл дифференциалды диагностика жасау арқылы үрпіден жаңағы қуқасты безінің жаңағы қабынуларын айыра білу керек. Сонымен қатар бұл диагностика мақсатта бұл жаңағы қуқасты безінің секретін тексеру арқылы, жыныстық жол берілетін аурулардың жаңағы мазогын алу арқылы, жаңағы анализдерін тапсыру арқылы анықтауға болады. Сонымен қатар инструменталдық диагностикаға УЗИ түсіру арқылы осы қуқасты безінің ісінгенін, қабынғанын білуге болады. Сонымен қатар жаңағы МРТ, КТ диагностикалары осы асқынған түрлерінде тексеріп жатамыз. Өйткені қуқасты безінің қабынуы бұл жердегі жергілікті жердің абсцессіне алып келуі мүмкін. Яғни сол жердегі іріңдіктердің жиналуы сол қуқасты безінің маңындағы, тұсындағы әртүрлі іріңдік жаңағы абсцесстердің пайда болуы осы қуқасты безінің тағы да асқынулар болып келеді. Әрине бұл дифференциалды диагностика неге маңызды? Өйткені кейбір адамдардың үрпісінің қабынуы, уретрит ауруы жүрегіле ол қуқасты безіне өтуі мүмкін. Сонымен қатар жаңағы қанның қойылуына байланысты пайда болатын жағдай бір фактор айтып кеттім, жүргізушілер. Екінші жаңағы үйленбеген жігіттердің арасында да, мысалы, ұзақ уақыт 40-қа келген, 50-ге келген кісілердің, 30-ға келген жігіттер үйленбей жүретін болса, оның бойында да осы қуқасты безінің қабынуы пайда болуы мүмкін. Өйткені бұл жаңағы ер адамның жаңағы жыныстық жетілуден кейін әрине табиғаттың заңдылығымен жүру керек. Өйткені табиғаттың заңдылығы не дейді? Біз өмірге ұрпаққа келуіміз керек. Бір бас екі болмай, мал екі болмайды дей ма мақалда. Осыған байланысты біз өзіміз жолымызды табуымыз керек. Мынау жасымыз келген уақытта біз өмірге дұрыс ұрпаққа келу үшін біздің қуқасты безіміз үнемі жұмыс жасап тұру керек, жақсы жұмыс жасау керек. Өйткені бұл жердің қан айналымы дұрыс болса, біздің жаңағы мынау ерте үйлену маңызды. Өйткені жас ұлғайған сайын қуқасты безінің функциясы төмендейтін болса,
ол ұрықтың сапасына түсуі мүмкін. Өйткені ұрықтың сапасы қалай түсуі мүмкін? Өйткені қуғасты без арқылы ұрықта жүреді, зәрде жүреді. Яғни зәр жолдарын қысатын болса, бұл әрине дизурияға алып келеді. Зәрдің шығу қиналады, жиі дәретке шығу, ауру сезімдері, дәретке шыққанда қиналады, үзіп сию, сонымен қатар тағы басқа симптомдар туындайды. Ал енді еркектердің жаңағы ұрығының шығуы тоже қиындауы мүмкін. Өйткені ұрықтың шығуы қиындап кетуі мүмкін. Жаңа бұрынғыдай эрекция болмай жатады. Өйткені бұның асқынулардың көпшілігі эректильді дисфункция алып барады. Эректильді дисфункция дегеніміз импотенция, яғни еркектің жыныс мүшесі дұрыс жұмыс жасамай қалады. Оның асқынулары бедеулікке алып барады. Ұрық сапасының өліп қалуы. Егер қуғасты безінен лимон қышқылы, сонымен қатар жаңағы секреттің дұрыс бөлінбейтін болса, әрине ұрықтың сапасы, сперматозоидтардың пайызы төмендеп кетуі мүмкін. Отбасыларында баланың болмай жатуы осы қуғасты безіне тікелей байланысты болып жатады. Әрине аурудың жаңағы әрқашан алдын алмасақ, бұл ауруды асқындыратын болсақ, біздің жаңағы ұрпағымыздың дұрыс өмірге келмеуі, біздің жаңағы осы жыныстық өмірде еркектің қабілеттің төмендеп кетуі осы жағдайларға байланысты болады. Олай болса, бүгінгі мынау тақырыпты қозғағаным дұрыс болды ма? Сіздердің өзіңіздің пікірлеріңіз, сіздің бойыңызда қандай қуғасты безінің қабыну кездесті? Әрине, қандай алдын алса болады мақсатта астына пікіріңізді қалдырып кетіңіз, біздің каналға тіркеліңіз, достарыңызға таратыңыз. Осы аурумен ауырып жүрген жігіттер болса, біздің видеоны міндетті түрде көріп шықсын. Аман, сау болыңыздар.